Сәлем менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен іш қатқанға арналған осындай өте дәмді, өте пайдалы соктың рецебімен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші алма, сәбіз, осындай қызылшаны сыртынан ашып, тазартып аламыз. Одан кейін осындай майда бөліктерге бөлеміз. Қанша штуктан қажет екендігі ешқандай қатып қалған қағидасы жоқ. Өз қалауларыңыз бойынша пайдалана берсеңіздер болады. Мен мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 1 дана сәбіз, 2 дана алма, 2 дана қызылша пайдаландым. Қызылшамның менде үлкендігі орташа, яғни кішкентайлау, үлкен бір қызылшаға пара-пар келеді десем де болады. Осы көлемнен менде 1,5 бокал, яғни 350 мл сок шықты. Міне осылай барлығын ашып, тазалап, майдалап, турап алғаннан кейін, яғни соковыжималка дейміз, согын шығаратын осындай құрылғы бар. Соған салып, согын алатын боламыз. Осы сокты міндетті түрде аш қарынға жылы күйінше ішкен дұрыс. Бұл сок жылы болуы үшін осы біз пайдаланатын заттардың барлығын бір күн бұрын бөлме температурасында қалдыруымыз қажет. Сол кезде біздің согымыз жылы болып шығады. Бұл сокты күнделікті ішіңіз, таңертең аш қарынға және де 10 күн қатарынан ішсеңіз, өте жақсы пайдасын көресіз. Одан кейін қасына чернослив, яғни қара өрікті де қосып жеп, осы сокпен ішсеңіз, өте керемет пайдасы тигізері сөзсіз. Енді менің видеомды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.